Сөздің құдіреті күшті. Сіздің түп санаңыз құнарлы топырақ сияқты. Ол кез келген ой, сезім немесе сөзді қабылдауға дайын. Сіз айтқан немесе естіген сөздер сол топыраққа егілген тұқымдар сияқты. Ойлар өте үлкен күшке ие және сіздің шынайылығыңызға әсер ете алады. Ойлар нақты түрде материалды, өмірде бар нәрсенің бәрін сіз өзіңіз тартасыз. Шексіз молшылыққа тола ғалам әрбір адамға қалағанын бере алады. Егер сіз бір нәрсені өзгерткіңіз келсе, ойларыңызды соған бағыттаңыз. Сіз күні бойы нені көп ойлайсыз, соны өзіңізге тартасыз. Ал аффирмация айту немесе тыңдау сіздің түп санаңызға әсер ету үшін қажетті өте қуатты әрі ең қарапайым тәсілдердің бірі. Бұл бай қуатты өмір сүруге арналған жаңа бағдарлама. Бұл аффирмациялардың көп мәрте қайталануы нейронды құрылымдарды белсенділендіреді және сіздің түп санаңызға табысты бағдарлайды. Бұл формулалардың сіздің түп санаңызға кіріп, оның бөлігіне айналуы үшін оларды күні бойы бірнеше рет тыңдап отыру керек. Өзіңізді сол нәрсе өміріңізде орын алғанда елестетіңіз. Сіз қазір сол шындықта өмір сүріп жатырсыз. Сананы сол жағдайды қабылдауға бағыттаңыз. Бірақ неге көп адамдар ақша жетіспеушілігіне шағымданады? Оның басты себебі ақшамен байланысты қате ойлау және санамызға терең сіңіп, тіпті түп санаға дейін тамыр жайған шектеуші сенімдер. Ал түп сана біздің өміріміз бен оның барлық оқиғаларын басқарады. Біз ақшалай ағымды және молшылықты өзіміздің бейсаналық көзқарасымызбен бөгейміз. Тыңдау кезінде ашулану немесе ыңғайсыздық сезімі әдетте бәрін бақылауда ұстауға тырысатын және транс күйге бейсаналық түрде қарсыласатын адамдарда пайда болады. Егер сізде осындай сезімдер пайда болса, тыңдауды жалғастыра беріңіз. Барынша босаңсып, қабылдаңыз. Тыңдау жылдамдығын өзгертпеңіз. Фразаларды қайталап үлгермесеңіз де, жай ғана оларды ішкі тыныштықпен қабылдаңыз. Уақыт өте келе, бұл аффирмациялар санаңызда өздігінен қайталанып, сіздің шынайы өміріңіздің бір бөлігіне айналады. Ал бастайық. Аллахтың қалауымен ақша менің өміріме жеңіл әрі еркін енеді. Байлық менің ішкі сенімділігімнің көрінісі. Ақша көп болған сайын өзімді еркін, тыныш әрі қауіпсіз сезінемін. Ақша менің өміріме жеңілдік пен тұрақтылық алып келеді. Әрбір келген теңге жан дүниемді тыныштыққа бөлейді. Қаржылық еркіндік бұл менің табиғи жағдайым. Ол маған таңдау мүмкіндігін, жайлылық пен қуаныш сыйлайды. Ақша маған қуаныш пен жеңіл әрі еркін келеді. Бұл ағын мені шабыттандырып, әр таңды сеніммен қарсы алуға себеп болады. Мен өзімді бай сезінемін. Тіпті айналамда ақша болмаса да, бұл ішкі сенім мен ризашылықтың нәтижесі. Ақша маған өзімді құнды сезінуге көмектеседі. Мен жасаған іс үшін әділетті түрде марапатталамын. Әр теңгеге алғыс білдіремін. Ол маған тыныштық, еркіндік және жаңа мүмкіндіктер әкеледі. Менің табысым менің құндылығымның айнасы. Мен өзіме лайық табысқа ашықпын. Ақша менің досым, көмекшім. Ол мені ешқашан қиын жағдайда қалдырмайды.
Мен ақшаны сеніммен қабылдаймын және қуанышпен жұмсаймын. Бұл процесс мені рухани да, материалдық тұрғыдан да байытады. Қаржылық молшылық менің өміріме тұрақтылық пен ішкі еркіндік алып келеді. Мен өз өмірімнің толық бақылануындамын. Ақша келген сайын мен болашаққа сенімді бола түсемін. Ол маған жаңа мүмкіндіктер есігін ашады. Бай болу – бұл тек материалдық емес, рухани таңдау. Байлық мені жақсы адамға айналдырады. Әр теңге менің еңбегіме деген алғыс пен энергия. Мен оны ризашылықпен қабылдаймын. Қаржылық молшылық менің өмірімнің серігі. Ол мені қолдайды, шабыттандырады және өсіреді. Ақша маған жеңілдікпен келеді. Мен оны алуға дайынмын. Қаржылық молшылық менің күнделікті өмірімнің бөлігі. Ақша менің өміріме тыныштық, сенімділік, еркіндік әкеледі. Мен өз еңбегім арқылы әділетті табыс табамын. Ақшаға деген көзқарасым таза, сүйіспеншілікке толы. Мен ақшаға сеніммен қараймын. Ол менің өмірімде сенімді серік. Кез келген табыс көзі менің рухани және материалдық өсуіме қызмет етеді. Ақша маған мүмкіндік береді. Жақсылық жасауға, демалуға, өзіме қарауға. Менде жеткілікті ақша бар. Және ол күн сайын артып келеді. Әлем мені қолдайды. Мен молшылықта өмір сүруге лайықпын. Мен алған әр теңге үшін жүрегіммен алғыс айтамын. Ақша арқылы мен өз құндылығымды көріп отырмын. Мен жасаған әр жұмысым үшін әділетті марапат аламын. Қаржы мені қорғамайды, бірақ еркіндік сезімін сыйлайды. Бай болу – бұл жауапкершілікпен келетін шексіз мүмкіндік. Ақша өмірімді жеңіл әрі жағымды етеді. Мен өз табысымның иесінде сезінемін. Тыныш өмір сүру үшін көп ақша қажет емес, бірақ ол мүмкіндікті арттырады. Ақша менің ішкі сенімімнің айнасы. Мен ішкі дүниемді емдеп, сыртқы өмірімде молшылыққа жол ашамын. Қаржылық еркіндік менің табиғи жағдайым. Ақша маған қызмет етеді. Мен оған тәуелді емеспін. Әр кіріс менің рухани және материалдық дамуымның дәлелі. Мен өзіме, уақытыма, қабілетіме лайық табыс табамын. Ақша ағын сияқты. Мен оған тосқауыл қоймаймын. Ағыла беруіне рұқсат етемін. Мен байлықты жаныммен қабылдаймын. Әр табыс ішкі тыныштықпен келеді. Қаржы – бұл құрал. Мен оны дұрыс қолдана білемін. Молшылық менің өмірімде үйлесімділікпен орнайды. Мен өзімнің қаржылық жағдайымды мақтанышпен қабылдаймын. Кедейлік менің өткенім емес. Ол тек бір сәттік тәжірибе болған. Мен ақшаны еркіндік пен мүмкіндік деп қабылдаймын. Табыс мені таңдап алды. Мен оған лайықпын.
Мен ақшаға тартылмаймын. Ол өзі маған еркін келеді. Әр табыс менің жан тәніме әсер ететін қуаныш. Мен өз еңбегімнің бағасын білемін. Мен ақша келіп жатқанда өзімді қауіпсіз және тыныш сезінемін. Бай болу менің рухани тазалығыммен қатар келеді. Ақша менің құндылығымды растау үшін емес, оны кеңейту үшін бар. Мен молшылыққа жүрегімді аштым. Ақша жүректен шыққан ниеттің қуатынан туындайды. Мен ақшаға емес, құндылыққа қызмет етемін. Ақша соның нәтижесі. Ақша бұл энергия, мен оны оңай қабылдаймын. Менің өмірімде ақша көп, әрі ол таза жолмен келіп жатыр. Мен табыстың мені қуанышқа бөлегенін сеземін. Менде бәрі бар және артығымен келеді. Молшылық бұл менің ішкі тыныштық күйім. Мен ақшаны басқаруды үйрендім. Енді ол мені қолдайды. Менің кірісім шектеусіз. Ақша мені сүйіспеншілікке, рахымға, игілікке жақындатады. Мен өз бизнесім арқылы молшылық ағынын аштым. Ақша менің өміріме мағына мен еркіндік алып келеді. Менде жеткілікті ресурстар бар, және олар әрқашан жаңарып отырады. Табысқа жету менің ішкі сенімімнің нәтижесі. Мен байлықты алуға, сақтауға және бөлісуге дайынмын. Менің ішкі әлемім молшылықты тартатын магнитке айналды. Мен алғанымнан көбірек беруге қуаныштымын. Менің шектеулерім жоқ, тек молшылық бар. Мен табысты болуды жеңіл қабылдаймын. Ақша маған күш емес, сенімділік пен бейбітшілік әкеледі. Молшылық бұл менің табиғи құқығым. Мен әр тиынды даналықпен жұмсаймын. Ақша мені жақсы көреді, мен де оны бағалаймын. Табыстың жаңа жолдары мен үшін ашық. Менің табысым, менің шынайы болмысымның көрінісі. Молшылық менің ойлау жүйемде басталады. Мен өзіме сенген сайын ақша ағыны күшейе түседі. Мен бай болуға ұялу емес, мақтанышпен қараймын. Ақша арқылы мен әлемге пайда әкелемін. Мен қаржылық молшылыққа бейімделіп үлгердім. Енді тек қабылдай беремін.